Құрметті әріптестер, қадірлі қатысушылар, біздегі бейресми кездесу деп айтсақ болады, фуршет, бейресми фуршет. 4 панельдік сессия жақсы өтті, менің ойымша өз деңгейінде өтті. Бір жақсы бір азық алдық деген ойдам, және соңғы 2 мастер-класс, Елдар Мырзаның подкастинг туралы мастер-классы, подкастинг деп сөйлейтін болғанмыз, сізбен сөйлескеннен кейін подкастинг емес ше. Өзіне бір пайда алды деген ойдамыз подкастинг жасайтын адамдарға. Ал жеке мен Руслан Мырзаның жаңа жасанды интеллект турасында қатыстым мастер-классына. Қорқайын деп жүрмін, жақын болашақта жұмыссыз қаламыз деп. Сол секілді. Енді құрметті қатысушылар, дәстүрлі әріптестер дейікші, дәстүрлі форум 6-шы рет өткізіліп жатыр. Енді жылдан жылға сапасы жағынан жоғарылап жатыр деген ойдамыз. Енді сіздердің тараптарыңыздан да бір айтар ақыл кеңестеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ұйымдастырушылар ашық. Келесі жылы нені өзгерту керек, нені жасақтау керек, қай жер кемшілік емес, кемшілік деп айтпайықшы, нені жақсарту керек деп айтайық. Сол саланы, сол бағыт бойынша өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, біздің ұйымдастырушылар ашық ол ұсыныстарыңызға. Енді дәстүрлі түрде, дәстүрлі форматта форумды бір осындай бейресми кездесумен, осындай фуршетпен аяқтағанды жөн көріп отырмын, және сіздер үшін өнер көрсететін өнерпазды, жұлдызды ортаға шақырғым келіп тұр. Енді мен үшін жеке жұлдыз, сіздер үшін деген ойдам. Себебі жаңа толқынның өкілі, өзгеше әнші, композитор, талай хит әндердің авторы. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желіде көріп жүрген боларсыздар. Қазақстан ұлттық арнасындағы Қазақстан дауысы балалар жобасының тәлімгері. Мархаба Сәбим, бүгін бізбен бірге сіздер үшін ән шырқамақшы. Мархаба ханымды шақырып жіберсеңіздер. Құрметті достар, құрметті әріптестер. Енді қошеметтеп қойық. Мархаба Сәбим, қатыра қол соғып қойық. Мархаба ханым, қош келдіңіз. Сәлем Ғалымжан. Қош келдіңіз. Көп рахмет. Қазақ тілінде онлайн контент жасаушылар. Тамаша. Бейресми, лайт, өзіңіз жақсы көретіндей. Рахмет үлкен. Қуаныштымыз. Қайырлы кеш тағда барлықтарыңызға. Қазақша сапалы контент жасаушылар, дәріптеушілер жиналған екен. Бәріміз енді бір терінің пұшпағын елеп жүрген адамдар екенбіз. Мен енді өз әніммен, өнеріммен қазақ тілін, қазақша контентімізді барынша үлесімді қосып жүрген адам. Сәтті болсын, жемісті болсын деген келеді. Өздеріңізге көп сөйлемей әнге көшейік, я? Ғасырлық мұң атты әнмен бастайын, қабыл алыңыздар. Жүрегіме жиналған жауан болып көктен төгілсеңші жанымды менің тым жылмалай берме ауаға болып сейілсеңші ғасырлық мұң жүрегімде енді мұлқан болып мәңгі жата алмайды тұрғаусыз уақыт тым сорланам берме сәуле болып бір сәт көрінсеңші бір көрінсеңші сұрты сарасына мың бояу іздедім жоқтың жағасына іздене көздедім жансыз қаласына үміт үзілсе де уақыт сарасына үзілген жолымның
Сенімсіз сенім, сен алыстай берме, жаныма қайтадан оралсаңшы. Аппақ күндерім тек түс болып маған, қиял болып қана келмесеңші. Ғасырлық мұңым жүрегімде енді мұлқау болып мәңгі жата алмайды. Тұрғаусыз уақыт тұмсырлана берме, сәуле болып бір сәт көрінсеңші, бір көрінсеңші. Сұр түс арасынан бояу іздедім жоқтың жағасынан, іздеп не көздедім жансыз қаласынан. Үміт үзілсе де уақыт сарасынан, үзілген жолымның Серых дождя, все пустое вдвоем, чисто вымытый день. За прозрачным стеклом закрывая глаза, просыпалась душа, черно-белый экран. Лица кадры листал в серых каплях дождя. Көп рахмет. Енді менің әндерімді тыңдап жүрген адамдар білет, мен ми жайында көп жырлаймын. Мынау міне біз жай адамдардың миы деп айтайыншы, енді ренжімес. Мынау енді контент жасап жүрген, идея туындатып жүрген, ойы бар ми. Сіздердің барлықтарыңыз сол ойы бар ми жағында жүрген адамдар сияқтысыздар. Сондықтан шығармашылық тоқтамасын, жаңарып отырсын, жаңа дем беріп отырсын, шабыттандырсын деп қой күрсінбе атты әнмен жалғастырайын. Миымыз аман болсын. Күрсінбе, қойшы бәрі құрсынбе, ең бастысы басым аман болсын де. Миым аман болсын де, болсын де, қой күрсінбе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де, сенім аман болсын де, елім аман болсын де. Табалмай жүргендерге мұң арқалап, жағалмай жүргендерге айналаға, жағалмай жүргендерге, оңалмай жүргендерге амал таппай, қиналып жүргендерге бір орында, айналып жүргендерге не істеймін деп, ойланып жүргендерге айтарым тек не дейміз? Бірге! Ең бастысы басым аман болсын де, миым аман болсын де, үйім аман болсын де, қой кірсін де, қойшы бәр құрсын де, ең бастысы
бастысы басым аман болсын де, сенім аман болсын де, елім аман болсын де. Жүргендерге бауыр жасыр, жаба алмай жүргендерге тұғырқа, шынымен тірелгендерге, оу арманына жете алмай жүргендерге жоғарыға, өте алмай жүргендерге ойлағанын, ете алмай жүргендерге айтарым тек қой күрсін де, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де, миым аман болсын де, үйім аман болсын де, қой күрсін де, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де, сенім аман болсын де. Көп рахмет үлкен. Енді келесі әнменен сіздерге бір шабыт сыйлағым келіп тұр, мотивация сыйлағым келіп тұр. Өзімде кішкене бір өзімді жайсыз сезінгенде осы әнді айтып күш жинап аламын. Аялдама атты ән өздеріңізге арналады. Қандай жағдай болмасын, мықты болайық. Сені мені тағдыр деген дүлей сынға алса да, тұла бойды суығы тоңдырып қырсық шалса да, аласұрып алданып ашынып дәм татсаң да, сүрінбейтін жеріңде жығылып құлап жатсаң да, аялдама, аялдама, сен қарайлама артыңа, баяу ғана, сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа. Аялдама, сен Күндіз-түні таусылмас қу тірлік мезі қылса да, жол жабылып әр нәрседен әбден көңіл қалса да, берілмедің қиын сәттеріңде тасымың барда, жүректегі айнымас терегің сенімің барда. Аялдама, сен қарайлама артыңа, баяу ғана, сен баяу ғана
Тамаша, рахмет үлкен. Осындай күшпенен, осындай энергияменен арманға қарай ұмтыла берейік. Жұмыс әлі алда көп сияқты барлықтарыңызда. Енді келесі айдық әнді кішкене бір басқа бір көңіл күйге бөленсек. Онда концерт болып кетеді. Жоқ, шай ішейікші бірге. Бүгін біраз миларыңызға салмақ түскен сияқты, жаңа информациялар алған сияқтысыздар, кішкене көңіл көтеріп, сол ақпараттың бәрін бойға сіңірейік. Шай-пай. Кеттік. Қазақша билей аламыз ғой, бәріміз. Қамажай. Шейік сұрап шалда, сұрың бар мұның қанда, айта бер. Пай-пай, жүрмісің жауап таппай, тыңдайтын құлақ мен болам, айта бер. Дос деген, сырлас дос деген, мұңдас дос деген, ақылшыл. Dost degen, canım dost degen, jarım dost degen, otbasın. Kıyın günlerdi söz bendim bergen asına, bir sat ketpegen. Жақсы күндерді бірге бөліскен сүйіктің ғой дос деген. Шейік сұрап шалда, сырың бар мұның қандай, айта бер. Пай-пай, жүрмісің жауап таппай, тыңдайтын құлақ мен болам, айта бер. Қиын күндерді сөзбен дем берген қасыңа, бір сәт жақсы күндерді бірге бөліскен сүйіктің ғой дос деген. Шейік сұрап шалда, сырың бар мұның қандай, айта бер. Шейік сұрап шалда, сырың бар мұның қандай, айта бер. Пай-пай, жүрмісің жауап таппай, тыңдайтын құлақ мен болам, айта бер. Рахмет үлкен. Енді жақсылап билеп, жоғарғы көңіл күйде аяқтайық кешімізді, ұнайды маған. Кәнеки, бірге қосылып. Жауын атқан жанарыңды, жүрегіңді үн қатқан. Ұнаттым мен бірақ күннен, көңіліңді сыр жатқан. Елеңдеттің, тұтаттың,
келеткен сөздері ұнайды маған, жалын атқан көздері ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан ұнайды, ұнайды, ұнайды маған. Сен бересің жасырмайсың көңілдегі барыңды, сен бересің ұқсамайсың басқаларға кәдімгі, сен жалғансың шынайы осындайсың себебі, сол мінезің ұнайды, сенсің маған керегі, ұнайды маған, еркелеткен сөздері ұнайды маған, жалын атқан көздері ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан ұнайды, ұнайды, ұнайды маған. Еркелеткен сөздері ұнайды маған, жалын атқан көздері ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан ұнайды, ұнайды, ұнайды маған. Қане көңілет, қане еркелеткен сөздері ұнайды маған, жалын атқан көздері ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан ұнайды, ұнайды маған, еркелеткен сөздері ұнайды маған, жалын атқан көздері ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан ұнайды, ұнайды маған. Браво, браво! Мархаба, Саби!